Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бұл Қонаев ТВ арнасы, Алақай Балақай бағдарламасы. Мен бүгін Наурыз туралы айтатын боламын. Наурыз қазақ халқының ең маңызды әрі көне мерекелерінің бірі. Бұл мереке халқымыздың салт-дәстүрі мен мәдениетін көрсететін бірлік пен татулықтың жарқын белгісі. Наурыз мейрамы бұл тек мереке ғана емес, сонымен қатар халқымыздың рухани құндылықтары мен дәстүрлерін сақтаудың маңызды бөлігі. Жырдың басы Наурыз, мерекеге анасын, бүгінгі жыр әніміз. Наурыз мерекесінде үйлер тазаланады, жаңа киімдер киіледі, дастархан жайылып, қонақтар шақырылады, ән айтылып би биленеді, спорттық ойындар, мысалы көкпар, бәйге ұйымдастырылады. Көктемнің бастауы жаңа жылға және табиғаттың атап өтеді. Адамдар арасында бірлік пен нығайтады. Жақсы тілектер мен құттықтаулар айтылады. Дәстүрлі тағамдар, мысалы Наурыз көже дайындалады.